Қайырлы күн достар. Өткен жылы сіздерге, тіпті 2 жыл бұрын сіздерге осындай бизнес WhatsApp жайлы сабақ түсірген болатынмын. Рахмет, баршаңыз біраз қолдау көрсеттіңіздер. Жақсы мінекей комментарий жаздыңыздар, сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар бірқатарыңыз, және жақсы көрінім болды, сіздерге пайдалы болғанын көріп тұрмын. Енді осы сабақтың жаңа версиясын түсірейін деп шештім сіздер үшін. Көпшіліктің сұрауы бойынша, өйткені қазір білесіздер, 2 жылдан бері WhatsApp біраз өзгерді, жаңа версиясында жаңа мүмкіншіліктер пайда болды дегендей. Енді сонымен бірден іске кірсек, басынан бастап түсіндіремін. Егер сіздерде мынадай WhatsApp барлығыңызда бар шығар, кейбіреулеріңізде бизнес WhatsApp-тың өзі бар да болар. Мынадай WhatsApp-ты білесіздер, қарапайым WhatsApp, бұның яғни тереңірек тоқталып жатпаймын бұған, өйткені бұл түсінікті деп ойлаймын көбіңізге. Қазір біз нөлден бастап барлығын бизнес WhatsApp-ты орнатып, және оның мүмкіншіліктері, сіздер білмейтін қыр-сырлары, мүмкін көбіңіз білетін де шығарсыздар, кейбіреулеріңізге жаңа болатын шығар. Солардың барлығымен әрқайсысына тоқталып өтеміз. Ең алдымен біз бизнес WhatsApp-ты орнатамыз, Play Market-ке кіреміз. WhatsApp деп іздесек те, мінекей WhatsApp, содан кейін WhatsApp-тың астындағы неге бассақ, мына жердегі мінекей компания атауы WhatsApp. WhatsApp-тың бар продукцияларын барлығы шығады. Мінекей біз бизнес WhatsApp дегенді басамыз. Б деген значогы бар, WhatsApp бизнес деп тұр. Осыны орнатамыз. Бұл арнайы кәсіпке арналған, клиенттермен сөйлесуге арналған WhatsApp. Айырмашылығы бірнеше клиентті белгілеп, тағы да басқа жаңағыдай метка қою деген сияқты сондай функциялары бар, біршама қатар. Енді сонымен біз WhatsApp-ты орнатамыз, одан кейін оны ашамыз. Ашпай тұрып, назар аударыңыздар, сіздерде осыдан бұрын WhatsApp бар болса, көпшілігі сұрап жатыр. Яғни WhatsApp бар болсашы, бір номерге 2 WhatsApp орнатуға бола ма, тағы да басқа сондай дегендей. Мына жаққа шығарып қояйын, сіздерге түсінікті болсын. Мінекей қарапайым WhatsApp, бұл WhatsApp-та бір нөмір тұр. Жалпы бір номер 2 WhatsApp-та қатар бола алмайды, әрине. Немесе мына WhatsApp-та болады бір номер, немесе мына WhatsApp-та болады. Бір WhatsApp-қа көшсеңіздер, мынаған сообщениелер көшіріледі, сол аккаунтыңыз мына WhatsApp-қа көшіп кетеді, қарапайым WhatsApp яғни болмайды. Егер телефондарыңыз 2 сим-карталы болатын болса, 2 сим-карты, онда бір сим-картын мына WhatsApp-қа, клиентпен сөйлесетін бөлек кәсіпке арналған нөмірлеріңізді мына WhatsApp-қа қойған дұрыс. Ал егер сіздерде бірақ нөмір, сол нөмірді бизнеске қолданғыларыңыз келсе, бизнес WhatsApp-қа орнатқан дұрыс. Мысалы, мен солай істеймін қазір. Мында бір нөмір тұр, менде осы нөмірді алып, мына WhatsApp-қа көшіремін. Көшірмес бұрын көбісі сұрап жатады, сообщениелерді жоғалып кетпей ма, тағы да басқа сообщениелерді қалай сақтап алсақ болады. Ол үшін көшірмей тұрып, мына WhatsApp-қа термей тұрып, нөмірімізді мұқият қарап аламыз. Резервной копия деген, мынадай Google дискке резервной копия жасалды ма? Резервной копия деген көшірмесін сақтау, мынадай Google дискке. Қазір Google дискке мен көшірмесін сақталмаған тексереміз. Оны қайдан қараймыз? WhatsApp-қа кіреміз. WhatsApp-тың ішінде мына жағына басамыз, настройкаға кіреміз. Оның ішінде чаты, резервной копия, чатқа кіреміз. Резервной копияда аккаунт Google деп тұрады. Егер сіздерде таңдалмаған болса ешқайсысы, таңдайсыздар Gmail аккаунттарыңызды. Одан кейін резервной копирование через мобильный интернет деп қойсаңыздар, Wi-Fi жоқ болса да, мобильді интернетпен көшіре береді. Сохранить видео десеңіздер, видеоны да сақтайды, яғни келген видеолар. Мынаны алып тастасаңыздар, тек көп орын алмас үшін видеоларды ғана сақтамайды, фото, жазулар қалғанын барлығын сақтайды. Мысалы, мен мынаны қосып қойдым, менде көп видео жоқ. Содан кейін резервной копирование батырмасын басамыз. Резервной копирование батырмасын басамыз. Толық резервной копия жасалып болуын күтеміз. Толық резервной копия жасалып болғаннан кейін, тағы да басып қараймыз. Толық жасалып болғанына көз жеткіземіз резервной копирование. Мінекей бізде резервной копия жасалды. Одан кейін енді келесі WhatsApp-қа көшсек болады. WhatsApp-ты ашамыз. Принять, продолжить деп басамыз. Использовать деп сіздерде мына ана WhatsApp-та нөмірлеріңіз тұрған болса, осы нөмірді көрсетеді. Ал егер сіздерде 2 сим-карты болса, бөлек екінші жағында тағы басқа нөмір болса, онда использовать другой номер деп сол жерге ел таңдап, содан кейін нөмірлеріңіз жазсаңыздар болады. Мысалы, мен нөмірді жазамын, осы бір нөмірмен де сонда нөмірді жазамын.
далее батырмасын басамын. Одан кейін использовать мінекей нөмірімізді для бизнес WhatsApp деп тұр. Барлығы автоматты түрде қарапайым WhatsApp-тан бизнес WhatsApp-қа көшеді. Бірақ мына қарапайым WhatsApp-ты одан кейін қолдана алмайсыздар. Яғни бір номер екі WhatsApp-та қатар бола алмайды. Тек бір WhatsApp-та бір ғана номер болады. Сондықтан использовать батырмасын басамыз. Одан кейін продолжить, разрешить басамыз барлығын. Рұқсат беру файлдарға соединение дейді. Бізде автоматты түрде выполняется перенос деп осылай бұрынғы WhatsApp-ымыздан қазіргі WhatsApp-ымызға көшу керек барлығы. Енді мен қазір мына жерге кәсіптің атын жазамын. Lending order мысалы. Lending order. Одан кейін болса мына жаққа логотип қойып болады. Менде логотип қазір жоқ. Қазір жүктеп аламын логотипті. Вид деятельность. Кейін жүктеуге де болады логотип. Вид деятельностьқа неме айналысасыздар, соны жазуға болады. Профессиональные услуги, немесе услуги для бизнес мысалы. Ал егер сіздердің салаларыңыз мына тізімде жоқ болса, ең болмаса осыған жақын түрін таңдауға болады. Мысалы мен сайт о компьютере и интернете бастым. Показать дополнительное поле десеңіздер, мына жерге описание жазуға болады. Одан кейін мекен жайын. Осылар жазып болғаннан кейін мен далее батырмасын басамын. Изменить адрес тұр. Заменить басамыз. Бұрын мекен жай қойылған болса, инициализация дейді. Күте тұрамыз сәл. Создать каталог дейді. Не сейчас батырмасын басамын. Одан кейін бірден бізге резервный копия аккаунтын таңдауды ұсынады. Бұл өте маңызды. Егер WhatsApp-тарыңызды көшірсеңіздер, басқа телефонға ауыстырсаңыздар, тағы да басқа болса, сообщениелер жоғалып кетпей, барлығы сол аккаунт арқылы көшуге маңызды. Көшу үшін маңызды. Ол үшін сіздер мына жақтағы Play Marketке кіресіздер. Play Marketке кіргеннен кейін мына аккаунттарыңызды, Gmail аккаунттарыңыз осы жерде тұрады. Осының паролін ұмытып қалмау керек, және осы аккаунттарыңызды білулеріңіз керек. Немесе сіздердің телефондарыңыздың моделіне байланысты настройкаға басамыз, аккаунтыға басамыз, Google-ға басып, мынадай аккаунттарыңызда синхронизация барлығы қосылып тұрғанына көз жеткіземіз. Ал егер паролін білмеймін десеңіздер, парольді восстановить етіп алуға болады. Ең бастысы телефондарыңызда тұрған өз аккаунттарыңыз болса болды, біреудікі емес, өздеріңіздікі. Егер парольні ұмытып қалсаңыздар, Google Chrome'a кіріп, аккаунт Google деп жазып, Google аккаунттарыңызға кіріп, перейти в аккаунт Google батырмасын басамыз. Одан кейін безопасностьқа басып, мына жақта изменить пароль батырмасын бассаңыздар болады. Пароль приложение емес, мына жерде защитить аккаунт. Мінекей пароль. Вход в аккаунт Google. Забыл пароль дейсіздерде, ары қарай инструкция бойынша бұрын көрсеткен почталарыңызға немесе телефондарыңызға, яғни SMS кодты алу арқылы парольдарыңызды осылай қалыпқа келтіріп аласыздар. Сонымен ары қарай жалғастырайық. Бизнес WhatsApp-қа кіреміз. Ежедневно деген таңдаңыздар. Выберите аккаунт деп тұр. Аккаунт Google не выберін. Мен жаңа аккаунтымды таңдаймын. Таңдалды. Ежедневно қоямын. Сохранить видеоны. Егер видеоларыңыз көп болса, қоспай ақ қойыңыздар. Егер видео ондай көп жоқ болса, қосып қойыңыздар. Одан кейін копирование шифрованием қосып қойыңыздар. Бұл қауіпсіздік түрі. Создать пароль дейсіздерде ұмытпайтын пароль қойыңыздар. Ал егер ұмытып қалам десеңіз, немесе сенімсіз болсаңыздар, бұны қоспай ақ қойсаңыздар да болады. Артқа қарай басамыз. Мен әзірше қоспаймын. Ежедневно деймін. Аккаунт таңдадым. Сонымен готовы батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерге өзі ұсыныстар тастайды. Мінекей бренд, тағы да басқа. Мен жауып тастаймын оны қазір. Мінекей осы жерге бұрынғы сообщениелеріңіз түседі осылай еткізіп. Сіздерде көбірек болуы мүмкін. Мынау мен жаңа нөмір көп жоқ ішінде. Сіздерге үйрету үшін ашқан болатын. Енді сонымен кеттік, настройкасын бастаймыз. Мына жаққа басамыз. Реклама на Facebook дегенде тоқталам қазір. Инструмент для бизнес, новый группа білесіздер. Группа ашатын, чат ашатын, новый рассылка. Рассылка жіберіп шығатын, бірнеше адамдар таңдайсыздар, бұлай еткізіп, мысалы. Соның барлығына рассылка жіберіп шығу болады. Яғни сообщение. Бірақ бұның кемшілігі рассылканың
сіздерді нөмірлеріңізді ол адамдар сақтаған болу керек, сіздерде ол нөмірі сақталу керек. Сақталмаған адамдарға бармай қалады. Ярлык мынандай новый клиент оплачен тағы да басқа белгілеп қоятын. Одан кейін связанное устройство басқа құрылғыға QR мен кіруге болады, привязка устройство деп. Міне мысалы компьютерден Google Chrome немесе тағы да басқа браузерді ашамыз. Оның ішінен web.whatsapp.com адресін теріп, міне web.whatsapp.com дегеннен кейін жаңа связанное устройство басып телефондарымызда привязка устройство деп, одан кейін QR-ды сканировать етеміз. Одан кейін жүктеліп болуын күтеміз. Мінекей WhatsApp-ымыз осылай жүктеледі. Осынан компьютерден отырып сөйлесуге болады осылай. Одан кейін сөйлесіп болғаннан кейін қалып қоймас үшін міндетті түрде мына жаққа басып, выйти батырмасын басып шығып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде шығып кетіңіздер. Қалып қоймас үшін WhatsApp-тарыңыз. Сонымен кеттік ары қарай. Одан кейін избранный сообщение, сіздер сақтап қойған, бөлек белгілеп қойған сообщениелер жоғалтпас үшін біз ең маңыздысы енді настройкаға кіреміз. Мына жерде компания атауын жаздық. Компания атауын. Енді мен қазір логотип саламын. Часы работы, мысалы жұмыс графигін саламыз. Мінекей, басынан бастап келе жатырмыз. Енді часы работы. Часы работайды. Графика работын басамын. Определенные часы деймін. Мысалы мен дүйсенбі күні осылай тұра берсін. Суббота деп тұр. Суббота сағат 10-нан деймін. 5-ке дейін мысалы. Жексенбіде де солай. Сохранить батырмасын басамын. Мінекей график салынды. Одан кейін электронды почта дейді. Электронный поштаны жазамын. Өздеріңіз Google аккаунтта тұрған пошталарыңыз жазсаңыздар да болады. Мен мысалы солай жаздым. Соны веб-сайт дейді. Өздеріңіздің сайттарыңызды жазасыздар. Егер сайттарыңыз бар болса, одан кейін веб-сайт деп тағы да басып, инста парақшаларыңызды жазсаңыздар болады. Инста парақшаларыңызды толығымен жазасыздар. Толығымен instagram.com, одан кейін слэш таяқша. Осылай еткізіп, толық инста парақшаларыңызды жазасыздар. Одан кейін значогы мінекей Instagram болып шығады өзінен өзі. Одан кейін товары, мына жаққа товар мен каталогтар салуға болады. Привет, я использую WhatsApp дейді. Мына жерге слоган немесе опер тағы да басқасын жазып қойсаңыздар болады. Мына жерге мысалы мен былай деп жазып қоямын. Лендинги с высокой конверсией. Мінекей осылай жазып қоямын. Слоган немесе оферларын жазып қойсаңыздар болады. Мына жерге описание. Одан кейін логотип қойайық қазір. Мен логотип жүктеп аламын. Егер логотиптеріңіз жоқ болса, былай еткізіп, Google-дан іздеп ұқсастарын алсаңыздар болады. Көп жағдайда авторлық права қорғаулы тұрады. Сол себептен мен мынаны алайын, бұрынғы компанияныкін. Мен бит басамын. Және мына логотип жүктеп аламын қазір. Басып таптырамыз. Скачать изображение дейміз. Жүктелді. Размер тым кіші болса, онда алмау мүмкін. Енді қазір WhatsApp-қа кіреміз қайттан. Мына жаққа басамыз. Мына жерге барып, логотипін жүктеп қоямыз. Дегенмен жарайды. Жүктеп қойдым. Инструмент для бизнеске басамыз қайтадан. Мінекей енді біз логотипімізбен шығып тұрамыз осылай. Енді әрі қарай настройкаға кіреміз. Настройканың ішінде мына жерге бассақ, атауы, компанияның тағы да басқалары. Енді келесіге өтеміз. Инструменты для бизнеса. Профиль компания деген жаңа біз өзгертіп шыққаны, атауы, одан кейін описаниясы, одан кейін неме айналысатын саласы мінекей, одан кейін описаниясы, мекен жайы, график, электронды почта, сайт және Instagram, және каталог товар.
Енді келесіге өтеміз. Каталог. Сол жаңа каталог жөнінде. Добавить новый товар. Осы жерге сіздер өздеріңіздің товарларыңыз немесе қызметтеріңіз салып қойсаңыздар болады. Товарларыңыз, қызметтеріңіз. Мен мысалы біреуін саламын қазір. Мына жақта логотиптерден аламын қазір. Скачать изображение. Бірнеше сурет аламын қазір мына жақтан. Келесі суретті аламын. Және мынаны аламын. Осы 3 сурет әзірше жарайды. WhatsApp-қа кіремін. Біз мына жаққа басамыз. Одан кейін настройки, инструмент для бизнес, каталог. Создать новый товар. Мына жаққа басамыз. Суретін саламыз. Бірнеше сурет салуға да болады. Название товар. Одностраничный сайт мысалы. Одан кейін описание. Осылай еткізіп жазамыз. Сохранить батырмасын басамыз. Одан кейін товар модерациядан өтуі мүмкін. Мінекей модерация проверка. Редактировать басып сілтеме немесе қосымша бір жақта салынып жарнамаланып жатқан болса сілтеме салсаңыздар болады. Немесе тағы одан кейін код товар, яғни штрих код товар, егер сіздерде бухгалтериямен есептеліп жатса, код товар қойып қойсаңыздар да болады. Белгілі бір код. Мынадан кейін мынадай шығады. Товар находится на рассмотрении, если он будет одобрен, клиенты увидит на вашем профиле дейді. Яғни Facebook'тан модерациядан өтуі мүмкін кейбір қызмет немесе товар түрлері. Екіншісінде салып қояйық қазір. Одан кейін тағы біреуін саламын. Интернет-магазин мысалы. Одан кейін далее басамын. Болса еткізіп жазамын. Мысалы сіздер өздеріңіздің товарларыңызды және описаниесін тағы да басқасын жазып қойсаңыздар болады. Одан кейін сохранить батырмасын басамын. Бұл да модерацияға кетеді қазір. Мінекей менде 2 товар модерацияда тұр. Одан кейін назад басамын. Мысалы профиль компания толтырдық. Енді біз каталог толтырдық. Келесі бізге керегі. Келесі реклама на Facebook дейді. Facebook'қа жалпы жарнама жіберу үшін, яғни Facebook'қа привязка керек. WhatsApp білесіздер, Facebook-тікі. Начать батырмасын басамыз. Фото және товарды тағы да басқаны жарнамалауға болады. Далее батырмасын басамыз. Мына жерде мінекей продвижениеге жіберу болады. Қанша долларға, қанша күнге, мысалы, осылай қойып қойсаңыздар болады. Және осы товарларыңызды жарнамалайды. Ол үшін таргетинг нелеріңіз, жаңа таргетингтегі WhatsApp-қа басатын кнопка шығады, осылай Facebook'тан, Instagram'нан шығады. Ол үшін таргетингтегі жаңағы бан болмау керек. Блокировка аудитория таңдасаңыздар болады. Мысалы 18-ден мен 30 жасқа дейінгілер, 35 жасқа дейінгілер таңдаймын. Местоположение Қазақстанға немесе Алматы деп қоямын. Мысалы мен шықса кей жағдайда ағылшынша іздеу керек болуы мүмкін. Қалаларыңыз аты шықпаса, Алматы регионы ке. Алматыны бастым. Тек Алматыға көрсетсін. Назад бастым. Аудитория таңдадым. 3 күніге 5 доллардан қойдым. Одан кейін создать рекламу на Facebook. Добавить способ оплаты дейді. Мына жерге карта басқаларын кіру үшін Facebook'қа жалау керек. Создать рекламу деп ары қарай Facebook'тың инструкциясы бойынша, яғни таргетинг жібергендей бұл кәдімде осылай жарнамалап көрсеңіздер болады. Келесі реклама на Facebook түсініңіздер не нәрсе екен. Немесе фото и видео на вашем телефоне дейді.
бар фотоны, видеоны алып соны жарнамалауға болады. Әрине әрқайсысы міндетті түрде модерациядан өтеді. Одан кейін жарнамалаудың түрлері, каталогтағы товарды алып жарнамалап көрсеңіздер болады, және статус, WhatsApp-тағы статустарыңыз жарнамаласаңыздар болады. Реклама на Facebook деген түсініңіздер. Енді Facebook и Instagram деген, Facebook'та бар парақшаларыңызға осы WhatsApp-ты байластыру, но Instagram'да сол Facebook'қа байласқан Instagram'да осы WhatsApp-тарыңызды байластыру. Одан кейін краткая ссылка. Краткая ссылка деген пайдалы нәрсе, ол да мына жаққа қосып қойсаңыздар болады. Мына жерге мысалы осы мәтін қойып қоясыздар. Одан кейін поделиться батырмасын басып, сіздердің сілтемелеріңізді көшіріп алып, бір жерлерге жарнамаға жіберсеңіздер болады. Мысалы, мен осы WhatsApp-пен жарнамаға жіберем мына адамға. Дайын, яғни сілтеме болып кетеді. Адамдар басып қалған кезде, осы сілтемеге өткен кезде перейти на чат деп дайын сообщениемен барады. Міне, және адамдардан профильдеріңіз осылай көрініп тұрады. Сіздердің кәсіптеріңіз, мекен жайларыңыз осылай әдемі болып көрініп тұрады. Басып қалса, инстаграмдарыңыз, инста парақшаларыңыз көрініп тұрады. Инстаграм деп осылай өтсе, инстаграмнан ашылады осылай еткізіп. Мінекей, инста парақшаларыңыз, тағы да басқалар. Және осылай бірден сіздермен жазысып бастайды. Енді әрі қарай кеттік. Краткий ссылканы түсініңіздер. Показать QR деп, мына QR-ды поделиться кодым деп, оны да жіберіп қойсаңыздар болады. Мен өзіме жіберіп қоям осылай еткізіп. Бұны да распечатка жасап алып, яғни шығарып алып, бір жерге іліп қойсаңыздар болады. Яғни офисқа, тағы да басқа. Адамдар QR сканировать етеді деп, WhatsApp-пен бірден сіздермен переписка, яғни сіздерге жазып бастайды. Одан кейін келесі кеттік. Одан кейін приветственные сообщения. Яғни сіздерге біреу жазған кезде бірден, яғни автоматты түрде жауап қайырады. Спасибо за обращение, чем вам можем помочь. Егер сіздерде аудару керек болса, орысшадан проблема болса, көшіріп аламыз осыны. Мына жақта мысалы орысшаны аламын. Определить язык деп қойсаңыздар болады. Мына жақта мен қазақша аударамын. Казахский. Мен жағын саламын. Бас ұстап тұрып ставить деймін. Енді жаңа WhatsApp-қа барамын да, жаңа жерге мәтінді қоя қойсаңыздар болады. Көшіріп алған. Кетіріп тастаймыз. Бас ұстап тұрамыз да, вставить батырмасын басамын. Мінекей дайын. Получатель отправлять всем кроме дейді. Мына жерде кім контактілеріңізде сақталмаған, соларға жіберетін қойып қойсаңыздар болады. Мынадан басқасының барлығына деп қойсаңыздар болады. Немесе тек қана мына адамға жіберу керек деп қойсаңыздар. Немесе все деп қойсаңыздар болады. Кім жазады, соның барлығына жібереді. Немесе контактіде сақталмаған адам десеңіздер, осылай қойған дұрыс. Все получатели, все, кто не записан адресной книги. Яғни контактілеріңізде сақталмаған адамдар жүреді. Одан кейін міндетті түрде жоғарыда сохранить батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Нет на месте. Егер орында жоқ болса, егер WhatsApp-та отырмасаңыздар, сол уақытта жазса. Оның ішіне мынадай хабарлама тұр. Бұнда бас ұстап тұрып көшіріп аламын мен. Копировать деймін. Қазір мен аудармашыға барамын. Переводчик деп жаздым. Мына жерге саламын. Көшіріп алдым. Енді қазір жаңа WhatsApp-қа саламын. Нет на месте дегенді қосамыз. Мына жерге саламыз. Бас ұстап тұрамыз. Вставить батырмасын басамыз. Болды. Расписание. По расписание, яғни белгілі уақыттарда жіберуге болады. Жұмыс емес уақытында хабарласса мысалы. Немесе жұмыс емес уақытында, немесе әрқашан жіберуге болады. Получатель, ол да солай. Кім жазылмаған контактілеріңізді соларға жіберуге болады, немесе бәріне жіберуге болады. Сохранить батырмасын басамыз. Быстрый ответ, бұл да өте пайдалы нәрсе. Мысалы, сіздерге
бір сұрақты адамдар қоя беруі мүмкін. Соны сіздер қайталап жаза бересіздер. Бәрін қайталап жазып жатпас үшін, мысалы, мына жерге жазамын цены деп. Мысалы, бағасын сұрайды қанша деп, мен бағасын қайта-қайта түсіндіріп жатуым керек. Сол себептен одан кейін осылай еткізіп жаздым. Сохранить батырмасын басамын. Рахмет деген тұр. Мынаны көшіріп алайық барлығын. Қазақшаға аударайық. Вырезать батырмасын басамын. Ставить дедім. Көшіріп аламын. Мынаны басып ұстап тұрып беткізіп тартсаңыздар да болады. Сосын копировать деп. Мына жерге выбрать все және вставить. Осы мәтін ауыса қояды. Мына жерге рахмет дей қоям. Енді тағы да бір шаблон салайын. Мысалы, мекен-жайды сұрайды қайта-қайта. Мекен-жай деп қоям сокращениеге. Мекен-жай. Енді ответное сообщение. Біздің мекен-жайымыз Алматы қаласы, Астана шағын ауданы, 10-шы ғимарат. Немесе Астана шағын ауданы 10 деп қоямын. Дәмен мейрамханасы. Дәмен мейрамханасы деймін. Одан кейін осы мекен-жайды қазір мен енді және тугистаға сілтемесінде қойып қоямын. Былай барамын. Тугисті ашамын. Мына жерге Астана 10 деймін. Мына Алматы, улица Астана 10. Мысалға алайық, бұл жер, негізі бұл жер емес. Іздеп отыратын уақыт жоқ. Подейдіці батырмасын басамыз. Копировать дейміз де. Одан кейін WhatsApp бизнеске өтіп, мекен-жайдың ішіне астына апарып, осы жерге басып ұстап тұрамыз да, ставить батырмасын басамыз. Сохранить болды. Енді бұл қалай пайдалы? Быстрый ответы деген. Быстрый ответы. Қараңыздар, мысалы, біреулер жазып сұрайды қайта-қайта. Мен мына адамға тезірек мекен-жай жазуым керек, тағы да басқа жазуым керек. Мына жерге слэш саламын, таяқша. Слэш. Бұлай етемін де, дайын хабарламаны жібере қоямын. Одан кейін тағы да слэш саламын, мұн таяқша. Одан кейін мекен-жай деп жазсам қазір. Мекен-жай. Мүнки мекен-жайды тез жібере қоямын. Одан кейін бағаларын сұрайды қанша екенін. Бағаларын сұрап жатса, жаңағыдай слэш саламда цена дей қоям. Мүнки жібере қоям. Өте ыңғайлы. Қайта-қайта теріп жатпайсыздар. Ары қарай кеттік. Настройкаға басамын. Инструмент для бизнестің үшін. Быстрый ответін түсінікті болды деп ойлаймын. Енді ярлыки. Новый клиент дейді. Мынаны атын өзгертіп қойсаңыздар болады. Изменить ярлык дегенде. Жаңа лид. Жаңа клиент немесе. Жаңа клиент. Одан кейін. Тапсырыс дайындалуда дейін. Тапсырыс дайындалуда. Одан кейін. Алдын ала төлем. Яғни воронка настроить етсеңіздер болады. Толық төлем. Толық төлем.
аяқталған тапсырыстар. Енді бұл немен пайдалы? Мысал, мына адам менде. Мынаған басып ұстап тұрамын, және жоғарыдағы ярлыкқа басамыз да жаңа клиентке қойып қоямын. Ал енді мына екеуін қатар белгілеймін де, мына екеуі алдын ала төлем жасағандарға қойып қоямын. Енді бұлар белгіленіп қана тұрмайды түспен. Мына жерге басып, мен ярлыкіге бассам, алдын ала төлем жасағандар шығарым келеді, барлығы осы адамдар шығады. Одан кейін тағы да ярлыкіге басам, жаңа клиент деймін, мінекей осылар шығады. Осылай еткізіп, бірнеше мың адам болған кезде шатаспай бөліп алып сөйлессеңіздер болады. Бұл арнайы бизнес WhatsApp осындай клиенттермен сөйлесуге арналған. Немесе басқа іс бойынша тағы да басқа. Инструмент для бизнестің барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса, осы видеоны артқа айналдырып қарап шығыңыздар, әрқайсысына тоқталып. Енді келесі аккаунт дегенге кіреміз. Конфиденциальность. Время последнего посещения. Статус. Бұны мой контактыға немесе никтоға қойып қоюға кеңес берем. Өйткені сағат нешеде кіргеніңді тағы да басқаны көріп алып, кейбіреулер болады, аңдып отырып қайта сол уақытта мысалы болмашы сұрақтарды қоя беруі мүмкін. Өздеріңіз қарайсыздар, мой контактыға қойсаңыздар, кімдер сіздерге сақталған, соларға көрінеді. Контакты кроме десеңіздер, мынадан басқасының, мына адамнан басқасының, мысалы үшеуін белгілеп қойдым. Осылардан контакты кроме деп тұр, тек осы адамдарға ғана көрінбейді, қалғандарына көрін. Немесе все деп қойсаңыздар болады. Мен қояр едім, кто видит время моего последнего посещения, никто. Сағат осындайда кірді деп көрсетіп тұратыны. Кто видит, когда я в сети дегені, те же, кто последнее посещение. Бұны яғни онлайн деп сіздер отырғанды көрсететін. Яғни сіздер қазір в сети деп көрсетіп тұратын. Бұл тұра берген дұрыс. Фото профиль міндетті түрде все деп қою керек, логотиптеріңізден тану үшін. Сведение бұл да все деп тұру керек, жазуы, яғни біз қойған жазу. Сведение мынау. Қазір көрсетейін сіздерге. Мына лендинг из высокий конверсия деп жазылып тұр мына жерде. Осы сведение. Мына жаққа кіреміз. Мына ең астындағы сведение и номер телефон. Мына жердегі жазу. Артқа шығамыз. Қайттан аккаунттың настройкасына кіреміз. Аккаунт. Конфиденциальность. Сведение барлық көрген дұрыс. Статус әрине басқасына мына контактыларға көрінбесін, мысалы, тек қана. Қалғаны бәріне көріне берсін деп қоюға болады. Енді көрсеткілерін келмейтін адамдар болса, немесе мой контактыға қойып қойсаңыздар болады. Бұл контактіде кімдеріңіз бар, соның барлығына көрсетіп тұрады. Контактіде жоқ адамдарға әрине статусты көрсетпейді. Отчет о прочтении. Бұны да егер өте көп адам жазатын болса, өшіріп қоюға кеңес беремін. Сіздер оқыдыңыздар, оқымадыңыздар, көк галочка болып шығатынын көрсететін. Отчет о прочтении. Автоматический таймер сообщения. Егер сообщениелер тазаланып отырғанын қаласаңыздар, 90 күнге қойып қойсаңыздар болады, немесе өшіріп қойсаңыздар да болады. 90 күннен кейін сообщениелер өздері кетіп қалады. Автоматический таймер сообщения. Группа. Группаға одан да сіздердің контактілеріңізде кімдер бар, солар ғана қосқан дұрыс. Айтпесе мынаны қойып қойсаңыздар, кез келген адамдар сіздерді группаға қосып тастайды. Сондықтан сенімді адамдар ғана чатқа қоссын сіздерді. Геоданный. Геоданный енді кімдерге местоположение жібердіңіздер, соларды көрсетіп тұрады. Заблокированный кімді черный списокқа қостыңыздар, солар тұрады мына ішінде. Конфиденциальность түсінікті болды деп ойлаймын. Безопасность. Мына жақтан қайттан кірейін, басамын, настройка. Одан кейін аккаунт, безопасность. Бұл қауіпсіздік жөнінде, яғни код тағы да басқа ауысса, соны хабарлайтын. Бұны қосып қойған дұрыс. Басқа адамдардың телефон ауысып жатса, тағы да басқа болып жатса, көрсетіп тұрады. Сіз ауыстырсаңыз, оны да көрсетіп тұрады. Телефон ауыстырды демейді, код безопасность өзгерді дейді жалпы. Құрылғы өзгерді дейді. Одан кейін двухшаговой проверка. Двухшаговой проверканы егер WhatsApp-тарыңызды басқа адамдар алып қоймасын десеңіздер, тағы да біреу білетін нөміріңізді, телефоныңыз немесе телефоныңыз бөтен адамның қолына түсуі мүмкін деген күдік болса, двухшаговой проверка қосып қойсаңыздар болады. Включить батырмасын басамыз, өздеріңізге ыңғайлы пароль қойып қойыңыздар. Мысалы мен былай етіп қоя салам. Тағы да қайталайсыздар. 6 қатарлы сан. Одан кейін міндетті түрде электронды поштаны жазамыз. Міндетті түрде. Ұмытып қалса восстановить етіп алатын. Электронды поштамызды міндетті түрде қайталауымыз мүмкін. Одан кейін сохранить батырмасын басамыз. Міне енді WhatsApp-ымызға кіргенде
басқа біреу кірейін десе де бәрібір код сұрайды. WhatsApp'ты бәрібір басқа телефонға орнатса да осы кодты сұрайды. Безопасность ішінде осы двухшаговой проверканы қойдық. Изменить номер, бұл егер осы WhatsApp сақтай отыра басқа нөмірге көшкілеріңіз келсе, изменить номер деп далее батырмасын басып, мына жерде қазіргі нөміріңіз мысалы және ауысайын деп атқан жаңа нөмірлеріңізді қойып, осылай ауыстырсаңыздар болады. Адамдарға бәріне хабарлайды. Мысалы, осы адамның нөмірі мындайға ауысты деп, оларға кнопкаға қояды, сол батырманы ғана басып, мысалы, былай еткізіп ауыстырдық. Егер былай еткізіп ауыстырсаңыздар, известить контакт десеңіз, все контакт десеңіз, қанша адам бар сіздер, қанша группада бассыздар, соның барлығына хабарлайды. Мына адамның нөмірі ауысты деп. Яғни ыңғайлы сол. Одан кейін запросить информация аккаунт, запросить отчет десеңіздер, WhatsApp-ыңызда болған соңғы барлық операцияларды сіздерге поштаға салып жібереді 3 күн ішінде. Одан кейін удалить аккаунт түсінікті. Егер сіздер WhatsApp аккаунттарын жояйын деп шешсеңіздер, немесе API WhatsApp басқа көшейін десеңіздер, мына жерде удалить аккаунт дейсіздер, өздеріңіздің қазір тұрған нөмірлеріңізді жазып, аккаунттарыңызды жоясыздар. Мінекей осылай басасыздар, бірақ жойғаннан кейін сообщениелер ешқашан қайтып келмейді, барлығы мәңгіге жойылады. Аккаунтты түсінікті болды деп ойлаймын. Әрқайсысына тоқталып шықтық. Енді чаты. Чаттың настройкасы светлый немесе темный деп өздеріңізге ыңғайлы биткізіп қойып қойсаңыздар болады. Біреулерге мындай күңгірт болғанын ұнайды, білмеймін. Мінекей жаңа двухшаговой проверканы сұрайды. Мен мындай пароль қойған болатын. Мына ашты. Осылай күңгірт қылып қойсаңыздар да болады. Маған мындай күңгірт онша ұнамайды. Мысалы, қойып қойған чатқа кірем, тема светлый. Одан кейін обой. Чаттың обойын өзгертіп қойсаңыздар болады. Мысалы, аламда мына суретті қойып қоямын. Мінекей установить обой. Енді чаттарыңыздың барлығының обойы осындай болады. Ішіне кірдім. Мінекей іші осындай болып тұрады. Іші күңгірт, сырты ақшыл. Өздеріңізге әрине ұнайтын фотоны да қойып қойсаңыздар болады. Бірақ аппақ сурет қойып тастауға кеңес бермеймін. Өйткені сіздер аппақ қойып тастасаңыздар, мына обойдың ішіне аппақ бір суреттер. Яркийға кіремін. Мысалы, аппақ мынадай суреттер қойып тастаңыздар, хабарламаны, яғни көруге кедергі келтіруі мүмкін. Сол себептен ақ түсті обой қоюға кеңес бермеймін. Енді келесі, отправить клавиша вот бұны қоспай-ақ қойыңыздар. Сообщениені астына түсейін деп атсаңыздар, бұны жіберіп қояды. Enter бассаңыздар, болды жіберіп қояды. Видимость медиа. Видимость медианы қосып қойсаңыздар, галереяда барлық жүктелген фотолар галереяда шығып тұрады. Мынаны айырып қойсаңыздар, галереяда шықпайды барлығы, галереяда бірақ память алып тұрады, бәрібір алады память. Размер шрифт кіші, үлкен, ол түсінікті. Көздеріңіз нашар көретін болса, үлкен қойып қойсаңыздар болады. Немесе кішірейтіп қойсаңыздар болады. Тым кішірейтіп тастасаңыздар, бірақ ыңғайсыз оқу. Оставить чат в архиве. Бұл енді архивқа салып тастауға болады. Кейбіреулердің мысалы көрсетейін қазір. Мына адамды мен архивқа салып тастағым келіп, мынаған бастым. Болды, архивтің ішінде қалды. Архивта мына жақта жасырынып тұрады осылай. Енді ол адам жазса уведомление келмейді. Архивтің ішіне кіріп, ол адам жазған жоқ па, соны қарауға болады. Ал егер настройкаға кіріп, чатыға басып, оставить чат архивін айырып тастасаңыз, егер мына адам сізге жазса, мынау архивтан шығып кетіп, мына жаққа шығып тұрады. Чатқа кіремін. Одан кейін резервный копия чат жаңа тоқталдық. Міндетті түрде аккаунт таңдап, міндетті түрде резервный копирование қосып қойып отырыңыздар. Яғни резервті көшірмесі телефон ауысқан кезде басқа телефон сатып алсаңыздар, осы хабарламалар барлығы жаңа телефонда тұратын болады. История чатов. Мына жерде экспортировать деп бар шығарып болады белгілі біреуін. Архивировать все чат десеңіз, бәрін архивқа салып тастайды. Очистить десеңіздер түсінікті, барлығын тазалап тастайды. Удалить все чат, барлығын жойып жіберу. Тазалап қана қоймайды, жойып жібереді барлығын. Чатайды түсінікті болды деп ойлаймын. Уведомление. Звуки в чате. Мынау енді хабарлайтыны, сообщениеңіз бүгін, вибрацияны, тағы да басқаны, егер телефондарыңызда индикатор болса, индикаторын түсін, тағы да басқаны өзгертуге болады. Өздеріңізге ұнайтын. Мысалы, сіздер былай қаласаңыздар, сообщение келгенде арнайы сообщение келгенде дыбыс бермесін, немесе берсін, Facebookқа қойсаңыздар келмейді. Группаға келгенде чатқа мынадай дыбыс келсін. Одан кейін реакция берсе, осындай берсін. Приоритетное уведомление үстіге шығып тұрсын. Ал қоңырау шалса біреу осындай келсін. Осылай
әрқайсысын индивидуально өзгертіп шықсаңыздар болады. Данные хранилище. Бұл жерде маңыздысы управление хранилищем. Сіздер қай чат қанша память алып тұрғанын көрсетеді. Мысалы, мына чатқа кіремін, мына сурет қана алып тұр. Сіздерде мына жерде чаттар толып тұруы мүмкін. Әрқайсысына кіріп, бетіп белгілеп, бірнешеуін тазалап шықсаңыздар болады осылай алып. Одан кейін енді келесісі использование сетей. Жалпы қанша мегабайт трафик жұмсалғанын көрсетеді. Экономия данный қосып қойсаңыздар, яғни суреттің качествосын түсіріп, кішкене трафикті үнемдеуге тырысады. Одан кейін автозагрузка медиа, бұл өте маңызды. Мынам барлығы көп жағдайда қосылып тұрады. Қосылып тұрса, кім қандай фото жіберсін, видео жіберсін, барлығы жүктеле береді. Сіздің рұқсатыңызсыз. Сол себептен мыналардың барлығын алып тастауға кеңес беремін. Барлығын алып тастаңыздар. Былай еткізіп, Wi-Fi-да да қосылып тұруы мүмкін. Wi-Fi-дан да барлығын алып тастаңыздар. Алып тастасаңыздар, сіздерге тек жіберген жағдайда ғана келетін қылып қоюға болады. Сіздерге тек жіберсе ғана. Мысалы, мен қазір басқа телефоннан бір фото жіберемін. Фото келгенде мен мысалы айырып қойдым, өшіріп қойдым. Қазір фото келсе, мен тек басып жүктесем ғана жүктеледі фотоны. Мысалы, салдым мінекей фотоны. Жібердім. Мінекей автомат түрде хабарлама жазып жіберді. Одан кейін фото осылай болып тұрады. Керек емес болса, мынаны баспай ақ қоясыздар. Керек болса басасыздар, жүктеледі мінекей фото. Ол фотоны бүйтіп басып, одан кейін сохранить деп галереяға керек болса сақтап алу керек. Сонда ғана көрінеді біз өйткені. Одан кейін поделиться деп басқа біреуге жіберуге болады, басқа чатқа. Ал переслайд жай ғана басқа біреуге переслайд ете қойым. Мына контактты переслайд ете қойдым. Мысалы, пересланный деп барып тұратын кей. Ары қарай кеттік настройкаға. Данные хранилищеге кірдік. Осылай барлығын роумингте мүлдем қоспай ақ қойыңыздар. Роуминг ол басқа сырт елде жүрген кезде. Качество фото автоматический, наилучший. Наилучший десеңіздер, ұзақ жүктелуі мүмкін, бірақ качество жақсы болуы мүмкін. Автомат түрде десе, сет нашар кезде качествосын төмендетіп, сет жақсы кезде жақсы качествоға қояды. Экономия трафик десеңіздер, качестволар кішкене төмен болады, бірақ тез жүктеледі. Бірақ көп мегабайтта кетпейді. Автомат деп қойып қойыңыздар, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Данные хранилище түсінікті болды деп ойлаймын. Енді язык приложение, тіл түсінікті, өздеріңізге ұнаған тілді қойып қоясыздар. Егер бізде Қытайдан келген қазақтарымыз болса, мына тілді қойып қойсаңыздар да болады. Өздеріңізде былай тіл, сіздердің телефон приложениелеріңізде қандай тіл тұр, сол тіл тұрады. Мысалы, бұнда русский тұр, сіздерде орыс тілі сол себептен таңдалып тұр автомат түрде. Помощь дегенде мына ішінен әрқайсысынан справочный центр деп әрқайсысынан толығырақ танысып шықсаңыздар болады. Аккаунт, тағы да басқа, осы мен көрсетіп отырғанның барлығымен. Напишите нам мынау служба поддержкасына жазу WhatsApp-тың. Условия деген мынау договор WhatsApp-мен. Мұқият оқып шығуға кеңес беремін. Кейбіреулер ойлап жатады, тегін сообщение таратуға бірнеше адамға болмайды, әрине көп адамға таратуға. Бизнес WhatsApp-пен әрі кетсе 200 адамға жіберуге болады сообщение. Одан кейін ол приложение, енді приложениенің версиясы, лицензия туралы ақпарат. Енді пригласить контакт десеңіздер, WhatsApp-та жоқ біреу болса, соны WhatsApp-қа жіберу. Бұл бірақ WhatsApp-пен бармайды, ол адамға қарапайым мінекей SMS болып кетіп қалады, SMS болып. Ал мына жердегі QR, бұл деген өзіңіздің QR-ыңызды жіберу, немесе басқа біреудің QR-ын сканировать ету. Одан кейін мінекей барлығын сіздерге көрсетіп шықтым. Мына жердегі енді реклама на Facebook түсінікті деп ойлаймын. Фейсбуктарыңызға байланысты инструмент для бизнес жаңа көрсеттім. Түсініксіз болса видеоны артқа айналдырып қарауға кеңес беремін. Новый группа чат ашу. Мысалы мен бірнеше адаммен чат ашамын, былай еткізіп. Мыналарды қосайын чатқа. Бірнеше адаммен чат ашамын. Чаттың аватарын қоямын. Одан кейін чат ашқанда достар абай болыңыздар. Танымайтын адамдардың бәрін қосып чат аша бермеңіздер. Егер олар жалбы басса,
жалобы басса WhatsApp сіздерді заблокировать етіп тастау қаупі бар. Одан кейін чаттың енді басқаруды көрсетейін деп жатырмын. Чатқа тағы да басқа адамды қоса аласыздар. Одан кейін добавить описание группа деп үшін ашылған чат деп. Не чат екенін түсіндіріп жазып қойсаңыздар болады описание. Одан кейін чаттың настройкасында изменить тему деп чаттың атын өзгертсеңіздер болады. Добавить участник деп қоссаңыздар болады. Настройка группаға кіріп, хабарламаны тек қана админдер жібере алады. Канал сияқты қылып ашсаңыздар немесе барлығы жіберетін. Ал группаның данныйын тек қана админ ғана өзгертуге рұқсат деп қойып қойған дұрыс. Изменить админнің группа деп, әрине белгілі бір адамдарды админда қыла аласыздар. Отправлять сообщение все участники, изменить данный группаның деректерін тек қана админ ғана өзгерте алады деп қойыласыздар. Яғни мына жердегі мына атауын тағы да басқасы тек админдер ғана. Исчезающие сообщение деп, егер тазалансын десеңіздер, 90 күнге қойып қойыңыздар, бұл еткізіп, 90 күннен кейін автомат түрде тазалады. Настройка группа жаңа көрсеттім. Мінекей, және пригласить по ссылке деп, копировать ссылку деп, басқа шақыра алмаған адамдарға жіберсеңіздер болады. Мен мысалы мына адамдарға сілтеме жібергім келеді. Басып таптырамын, ставить батырмасын басып, былай сілтеме жібересіздер. Олар посмотреть группа деп қарап, осылай таныстарын көрсе, өздері қосыла алады автомат түрде. Енді чатта жалпы толтырып сілтеме жібере беруге болмайды. Спам деп Facebook компаниясы өзі кілтеп тастауы мүмкін. Енді жіберетін нәрселер, мына скрепкаға бассаңыздар, әрине құжат жіберуге болады, документ, суретті документ ретінде жіберуге болады, посмотреть другие документы деп, мына галереяңызда, папкаңызда бар нәрселердің барлығын жіберуге болады. Одан кейін камера деп, яғни фотоға түсіріп жібере салсаңыз болады. Галереяңыздан алып сурет, бұнда тек галерея бассаңыздар, сурет пен видео ғана жібере аласыздар. Аудио деп, мына жерде сіздерде телефоныңызда бар музыка немесе аудионы жібере аласыздар. Назар аударыңыздар, суреттің әзірше көп қатты шектеу жоқ. Видео мен суретті 16 мегабайттан жоғары жібере алмайсыз. Аудиода да шектеу бар, 16 мегабайттан артық жібере алмайсыздар. Каталог деп, мына жерде каталогтарыңызды алып жіберсеңіздер болады. Мінекей осылай жіберсеңіздер, каталог түседі. Каталогты адамдар қарап, яғни бізге добавить корзину деп, немесе отправить сообщение компания деп сіздерге, яғни жекелеріңізге шыға алады. Осы каталог бойынша қызметтеріңізбен танысып дегендей. Және сообщениеге басып ұстап тұрып, ұзақ уақыт бүйтіп реакция жіберуге болады, басқа реакция жіберуге болады. Біреулердің жазғаннан басып ұстап тұрып, одан кейін мына информацияға бассаңыздар, мынадай кім көрді, кім көрмеді, соны көруге болады. Тағы да басып ұстап тұрасыздар, және осы сообщениеге тапсырыс дайындалуда деп былай еткізіп белгілеп қоюға болады. Яғни товарға да метка қоюға болады. Одан кейін, одан бөлек обратно осы товарға ответ беріп жазуға болады. Одан кейін мынаны алып переслать етуге болады, әрине бірнеше адамға. Одан кейін тағы да в избранный десеңіздер, жұлдызша тұрады мынадай избранный сообщениелер. Мысалы мынаның ішінен мынаны избранныйға қойып тастағым келеді, мен бастым, в избранный дедім. Мына жаққа кірдім, мынаны да избранныйға қойдым. Добавить в избранный. Енді мына жаққа кіріп, избранный сообщение десем, кімнен қандай сообщение қай уақытта келген барсам, соған бірден дәл табады. Мына жаққа келдім, мына адаммен дәл табады. Мына жаққа басып, избранный сообщение деп, керек уақытта керек сообщениені тауып алуға болады, жоғалтып алмас үшін. Және статус салу тәртібі. Статус салу тәртібін өздері WhatsApp көрсетіп тұр. Мінекей мына жақта қарасаңыздар болады, бұл еткізіп. Қазір интернет нашар болғасын көрсетпей тұрмын, дегенмен сіздерге салып көрсетемін қазір. Подробнее басып еткізіп сілтемесіне өтсеңіздер болады. Мінекей конфиденциальность дейді. Мына жерге басасыздар. Немесе былай, менде камера істемегесі мұндан көрсетпей тұр. Галереяларыңызға барып, галереядан керек суретті қойсаңыздар болады. Мысалы, мен мына жаққа кіремін, файл менеджерденге. Мынаны алып, статусқа қойып қоямын қазір. Поделиться басып, WhatsAppқа басып, одан кейін мой статус деймін. Мінекей статусқа автоматты түрде түседі. Одан кейін назад шығамын. Енді WhatsApp-ыма кіремін. Мінекей статус шықты.
және осы статусты поделиться на Facebook деп Facebookқа жіберсеңіздер болады. Мен қазір жібермеймін әрине Facebookқа. Былай еткізіп, мына жерде контакты сізде де сақталған, және сізде де сақтаған адамдардың контактыларының статусы көрінеді. Мынауда сізде кім осы нөміріңізді сақтаған, соларға көрінеді. Кім қарағандарын білесіздер, мына жерге шығып бүйткізіп қарасаңыздар болады. Мынау қоңыраушалар. Достар, енді назарларыңызға рахмет. Тағы не жөнінде білгілеріңіз келеді, комментарияға жазыңыздар. Сіздерге сабақ пайдалы болды ма? Және достарыңызға да тарата жүріңіздер. Алда сіздерге табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Лайк басып комментарий жаза кетіңіздер. Не нәрсе түсінікті болды, не нәрсе түсініксіз болды, және тағы да қандай сабақ түсіндірейін сіздерге, кері байланыс бере отырыңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет. Сіздермен алдағы пайдалы көптеген сабақтарға кездесеміз. Сау саламатты болыңыздар.